Бүгінгі видеода статика элементтері, яғни физиканың тепе-теңдікті зерттейтін бөлімін қарастыратын боламыз. Яғни қатты денелердің тепе-теңдік күйлерін зерттейтін физиканың бөлімі ол статика деп аталады. Ал енді денелерді біз тепе-теңдікте тұрды деп қашан айтамыз? Яғни тыныштықта тұрса, немесе бір қалыпты түзу сызықты қозғалып бара жатса, немесе өзі қозғалмайтын осьте, яғни айналып тұратын болса. Яғни сен қалай айландырып қойсаң да сол орында тұра беретін болса, яғни ол дене тепе-теңдікте тұр деген сөз. Енді бұның барлығы Ньютонның үшінші заңынан шығады. Яғни тепе-теңдік шарты, мысалы сумма и бірден n-ға дейін F тең 0. Яғни сол денеге әсер етіп тұрған күштердің барлығының векторлық қосындысы, яғни 0-ге тең болу керек. Мынау енді бір кейбіреулерге бір қорқынышты зат сияқты көрініп кетуі мүмкін. Енді мынау не деген сөз? Яғни мынау сумма, яғни барлығының мына жердегі барлық күштердің қосындысы деген сөз. Барлық күштер деген не? И тең 1 деген ол не күш 1-ден басталады деген сөз. Яғни n-ға дейін. Яғни n мысалы 5-ке дейін болса, 5 болса, онда мына жерде i-дің орнына 1-ден бастап 5-ке дейін қоямыз. Яғни f1 қосу f2 қосу f3 қосу f4 қосу f5 деп жазып, мәтерінің барлығынша осылайнан 0-ге теңестіріп жазып жүрге болады да, 5 сат жазып жүрге болады. Немесе мынаның барлығын қысқартып i тең 1-ден n тең 5-ке дейін fi 0 деп. Яғни осылай ғана мына өрнекті жазса болады. Мына жерде 10 тал болатын болса, оны жазып жүрмейсің ғой. Яғни осылай қысқартып жазса болады. Жарайды, мынау енді қысқаша математика болып кетті. Ол маңызды емес. Енді бізге денелердің тепе-теңдігін көрсету үшін бізге күш моменті деген физикалық шама енгіздік. Күш моменті. Күш моментінің сразу формуласын жазсаң, F тең m тең F көбейтілген d. Мынаны жақсылап түсіну үшін мен сурет салып, мысалмен айтып бере салайын. Мысалы, мынандай бір таяқ болсын. Енді таяқтың мына жерден кез келген бір нүктесінен тірейік, яғни призмамен тіредік. Мына жағынан бір төмен қарай F1 күшпен тартсын біреу, мына жақтан F2 күшпен тартсын. Енді мына күштердің қайсысы басып кетіп, қай жаға көтеріліп қалатындығы табу үшін бізге екі жақтың да күш моментін есептеп алуымыз керек. Яғни күш моменті деген ол бір қай жақтың алып кету, яғни бір алып кететіндігін көрсетіп тұрады да. Алып кету шамасын дейміз ба, яғни солай. Басып кету шамасы. Солай. Ал енді мына жерде F дегеніміз ол, және мына жердегі түсіріліп тұрған күш F. Ал енді мына жердегі D дегеніміз ол тіреу нүктесінен, яғни айналу нүктесі немесе тіреу нүктесінен сол түсіріліп тұрған күшке дейінгі қашықтық d. Мына жерде f1 болса, d1, мына жақ d2. Осында m1, f1, d1, m2, f2, d2 деп жазуға болады. Ал енді мыналарға есепті қалай шығарамыз? Яғни қалай денелерді тепе-теңдікке келтіруге болады деген есептер болады. Мысалы, мынандай бір берілсін, тура осындай жаңағы таяқ болсын. Мына жақта 10 килограмм зат тұр. Мына жақта 2 килограмм зат тұр. 2 килограмм. Мына жер 1 метр. Ал енді мына жер ұзындығымыз бізде қанша метр болған кезде мына денеміз, мына тепе-теңдікте болады мына затымыз. Соны есептеу керек болады. Ол кезде мына тіреу нүктесінен бер жақтағының моментін есептейміз, ар жақтағының моментін есептейміз. Екеуін теңестіре саламыз. Тепе-теңдікке келді деген ол моменттері тең болды деген сөз. Енді істейміз. Мынанікі моментін біріншісінікін есептейік. Яғни ол F1 көбейтілген D1. Яғни F1 дегеніміз мына жақта ол M1G, ал мына жақта M2G. Яғни мына жердегі 10 килограмм ол G 10-ға көбейтілген 100 ньютон. 100 ньютон көбейтілген 1 метр. Теңеседі, мына жақта 20. 20 ньютон көбейтілген, білмейміз, бір X метр. Немесе оны дұрыстап d метр, d2 метр деп жазып қоюға болады. Енді сол жерден d2 метр таба саламыз. d2 тең жердегі 100 бөлінген 20 тең 5 метр. Сонда мына жер 5 метр болса, мына екеуі бір-біріне теңеседі екен деген сөз. Немесе оны былайынан түсіндіруге болады да, сен 10 килограмм затты көтере алмайтын болса, 10 килограмм затты көтеру үшін, жарайды 10 килограмм деп қой, 100 килограмм дейсің, 100 килограмм затты саған көтеру керек. Бірақ сенің күшің 20 килограммды ғана көтеруге жетеді. Яғни сен тура сол бар күшіңмен мына 100 килограммды көтеру үшін сен жаңағыдай осылай рычаг орналастырасың. Яғни мына иіннің ұзындығына қарағанда
сенікі 5 есе ұзын болу керек. Сол кезде сен 5 есе күштен ұтасың. Бірақ механиканың алтын ережесі бар, иә. Күштен қанша есе ұтсаң, орын ауыстырудан сонша есе ұтыласың. Сен мына жерде мынаны бір кішкене ғана мынандай жерге көтеру үшін сен өзің примерно мынанша жол жүресің, яғни. Мына жақта мысалы кішкене ғана көтере салуың керек еді, мына жақта одан 5 есе ұзақ жол жүріп, оны көтеріп жүресің. Жолдан бәрібір ұтылып қаласың деген сөз.